Сәлеметсіз бе, менің атым Шерікұлы Махмұт. Бүгін біз бұл тұлға тақырыбынан сұхбат аламыз. Бүгін қонақта Дәулет Сәкенұлы, саяхатшы. Сәлеметсіздер ме? Өзіңізді 5-6 сөзбен таныстырып жіберіңіз. Есімім Дәулет. Мен хирургпын, вегетариандықпын, саяхатшымын, және 5-шісі қазақпын. Дәулет аға, саяхаттауға не түрткі болды? Негізі мен өзі саяхатымды 2019 жылы ғана бастадым. Ол кезде 20-26-да болдым ба? Солай деймін. Не түрткі болған дегенде, мен бала кезден бастап саяхатты жақсы көргем, бірақ та ол үшін көп ақша керек деп ойлағам. Және де сол 2019 жылы менің бір бөлем өзінің достарымен Өзбекстанға бюджетті түрде саяхаттап барды. Және де осындай прецедент мені қоршаған адамдарда пайда болған соң, мен де өзім солай саяхаттауға шешім қабылдадым. Және ең бірінші саяхатым сол Өзбекстанға болды. Содан кейін саяхатқа беріліп кеттім. Саяхат кезінде өзіңіз үшін қандай маңызды ой түрттіңіз? Ең алғашқы ой бұл сана сезімнің кеңеюі. Яғни егер де біз бір ауылда, бір қалада тұра берсек, біздің санамыз, біздің әлемге деген көзқарасымыз сол ауылмен, сол қаламен ғана шектеледі. Ал біз неғұрлым көп жер, көп ел, көп адам көрсек, соғұрлым біздің өмірге деген көзқарасымыз, өмір картинасы кеңейеді. Екіншіден, бұл стереотиптердің жоғалуы, стереотиптердің жоқ болуы дейді ғой. Мысалы, біз Өзбекстанға, Қырғызстанға барар кезде бізге өзіміздің қазақтарымыз неше түрлі стереотип айтты. Өзбектер қазақтар жек көреді, қырғыздар қазақтар жек көреді, анау бұлай, мынау бұлай, олар жаман деп пікір. Жоқ, олай емес. Егер де өзіңіз барып, өз көзіңізбен көрсеңіз, әлем мүлде басқаша, әлемде жаман адам жоқ. Бұл көбінесе тек қана адамның өзі қандай проекция береді, оған да солай қайтып келеді. Және диванда отырып, телевизор ғана көріп, ондай пікір айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өзіңіз барып, оған куә болмасаңыз. Адамдар не үшін саяхаттайды? Адамдар, енді жалпы адамдар туралы айта алмаймын. Өзімнің пікірімді айтайын, өзім не үшін саяхаттаймын. Ең бірінші, жаңағы айтқандай, мен өзімнің санамды кеңейтіп жатырмын. Яғни неғұрлым көп білсем, көп ел көрсем, соғұрлым толерантты болып келемін. Екіншіден, өзім ғана саяхаттамай, қазір мен өзім келіншегіммен саяхаттап жүрмін, және оған әлемді көрсетіп жүрмін. Мен үшін ол бір плюс, өзім жұбайыма әлемді көрсетем деген, әдемі жерлерді көрсетем. Ол үшін бұл жаңа әсерлер. Үшіншіден, мен қазір портфолио сияқты жинап жүрмін. Яғни келешекте менің балаларым болған кезде олармен бөлісетіндей әңгімелерім болады. Өзімнің тарихымдағы, өзім бастан кешірген әңгімелерім болады. Басқа елдер туралы оларға айта алам, жеткізе алам, мынаны көрдім, оларды білем дегендей. Тағы бір себеп, бұл жеке жаңағыдай бостандықты талап ету шығар. Өз басым бостандықты жақсы көрем, еркіндікті. Өзімде YouTube канал да бар, Еркін Қазақ деген. Сол еркіндікке ұмтылу барысында осы саяхат ең жақсысы деп есептеймін. Саяхат кезінде тәуелсіз боласын, еркін боласын, жаңағы тұрмыстық проблемалардан арыласын. Сол үшін саяхаттап жүрміз. Рахмет, қай жерлерде болдыңыз? Мен, мысалы, үлкен саяхаттарда 2-ақ мемлекетте болдым. Бұл Өзбекстан мен Қырғызстан. Өзбекстанға 2 рет барып келдім. Алғашқы рет өзім жалғыз 2019 жылы, және биыл көктемде әйеліммен көлікпен барып 2 апта жүріп келдім.
Екінші мемлекетім бұл Қырғызстан. Оған біз бөлем екеуміз автостоппен барғанбыз. Ресейге былай Омбы қаласына ғана барып келдім, және де көп уақытта мен Қазақстан бойынша саяхаттап жүрмін. Қазақстанның қай жерлерінде болдыңыз? Негізі бүкіл Қазақстанды араладым мен. Бірақ мысалы үлкен саяхаттар Батыс Қазақстанға, Каспийге дейін автостоппен бардық. Батыс Қазақстанмен таныстық, Маңғыстау жерімен. Содан кейін Балқашқа барып 4-5 күн палаткамен жаттық. Қарқаралы, Баянауыл, Бурабай сияқты Қазақстан Швейцарияларын көрдік. Солтүстік Қазақстандағы Шалқар, Имантау, Зерендіні араладық, Алматыда болдық. Шығыс Қазақстанға бөлек бір барғым келеді. Алтай тауларын көріп, Марқакөл, Зайсанды көрем деп. Саяхаттау қымбат па? Саяхаттау қымбат дегенде ол саяхаттың форматына байланысты, саяхаттың түріне байланысты. Мен өзімнің саяхатымда тек максималды бюджетті варианттарды қарастырам, және жабайы формат менікі. Палатка, табиғатта қону, өзіміз тамақты дайындаймыз, және де саяхаттарымыз бізде көп ақшаны талап етпейді. Мысалы, Қазақстан бойынша кейбір кезде біз тіпті 0 ақша құртып саяхаттаймыз. Оның да өзінің тәсілдері бар. Оны мен өзімнің каналымдағы видеоларда айтып отырамын. Бірақ адам ойлағандай шет елге де бару үшін көп ақша керек жоқ. Біз мысалы Өзбекстанға барып 2 апта жүріп, Өзбекстан ішінде тек қана 130 мың құрттық. Оның өзінде көбі жаңа баспанаға төледік, өйткені ол кезде палаткада тұру әлі салқын болды. Көбі ойлағандай оған көп ақша керек жоқ. Сіз Дубайға барам десеңіз, Европаға барам десеңіз, кішкене көбірек ақша кетеді. Бірақ та орташа жалақы алатын адамға саяхат деген қол жетімді. Еліміздегі туризмнің жағдайы қандай? Үш жақсы жағы мен үш жаман жағын айтып беріңізші. Еліміздегі туризм жағдайы қазіргі кезде жақсы деп айта аламын. Мынау 2020 жылдан бері, өйткені 2020 жылы карантин барысында бізде жергілікті туризм өте жақсы дамыды. Бірақ үш жақсы жағы бұл біріншіден бізде жер деген өте үлкен Қазақстанда, және табиғаттың кез келген көрінісін біз өзіміздің елімізден шықпай-ақ көруге болады. Тауды көрем десеңіз, таулар бар, теңіз көрем десеңіз, теңіз бар, шөл бар, каньондар бар, жазық дала бар, көлдер, өзендер, ормандар бәрі де өзімізде бар. Ең бірінші жақсы жері сол. Екіншіден, егер жабайы туризмді алатын болсақ, бұл саяхаттар қолжетімді болады. Оған көп ақша керек жоқ. Үшінші жақсы жері бұл патриоттық түрде біз өзіміздің жерімізде саяхаттап, кейін шетелдіктерге оны көрсетсек, бұл өте жақсы болады деп ойлаймын. Үш жаман жағы, ол біріншіден қоқыс, бүкіл жерде қоқыс бар. Балқаштың жағасы қоқыс үйіліп тұр, Каспийде қоқыс үйіліп тұр. Негізі қалалардың ішінде қоқыс, бізде адамдардың менталитеті өзінің артынан жинау деген әлі қалыптасқан жоқ. Табиғатқа деген сүйіспеншілік жоқ. Сол жаман. Екіншіден, бұл дәретханалар. Өкінішке орай жерімізде, туристік жерлерде дәретханалар өте аз болса, ол жаңағы тесік дейді ғой, сондай дәретхана, оның өзі болған жағдайда да іші быт-шыт болып тұрады. Жол бойындағы дәретханалардың жағдайы нашар өте. Сол өте үлкен мәселе сол деп ойлаймын. Үшіншіден, бұл жол, бірақ жолдар қазір жақсарып жатыр. Жолдарды санамағанда сервис жағы өте нашар. Бізде адамдарға қызмет көрсету деген дұрыс емес формада беріледі. Өте асықпай, дөрекі жасалынады. Сол жағын кішкене жақсартсақ күшті болар еді.
Сіз осы проблемаларды қалай шешкіңіз келеді? Қалай шешкім келеді деген бұл өзім жалғыз мен оны шеше алмаймын. Өзім қазір жасап жатқаным, мен көрген жерде шамам келгенше қоқыстарды жинаймын, туалеттерді видеоға түсіріп әлеуметтік желіге салам. Яғни адамдар көрсін, жергілікті басшылар ұялсын деген мақсатпен. Қалай шешуге болады десек, меніңше шешімдері өте қарапайым. Урналар қойып қойыңыз, мусорды уақытында шығарып отырсын, тесік болса да көбірек туалет қазып қойыңыз, және оған қарайтын бір адам болса, сол ақ жеткілікті менің ойымша. Егер де біз осыны ғана жасасақ, адамдарға сервисті кішкене жақсартсақ, сыпайы түрде оған пайдамызды тигізейік деп жұмыс істесек, туризм өте қатты дамып кетеді деп ойлаймын. Саяхаттау ол тек қана шетелге бару ма, әлде не? Әрине, шетелге бару ол да саяхаттау, бірақ оның да әртүрлі мақсаты болады. Кейбірі жұмыс бабымен барады, кейбірі оқумен барады. Бірақ шетелдік туризмді алатын болсақ, ойымша жай ғана пляждық туризм ол саяхат емес. Саяхат деген барып, мәдениетімен танысып, адамдарымен танысып, жаңа туристік емес жерлермен жүріп, сол мемлекетті білу, саяхат деген сол. Екіншіден, саяхаттау ол тек қана шет елге бару емес, өзіміздің елімізді, жерімізді көру де саяхат болып есептеледі. Және де менің ойымша содан бастау керек, өз жерімізден бастау керек. Өйткені ертең шетелге шыққан кезде біз шет ел азаматтарына өзіміздің жерімізбен мақтана аламыз, көрсете аламыз, өзіміз болдық, көрдік деп айта аламыз. Негізі саяхатты бастауды өзімізге ең жақын локациядан бастауға болады деп ойлаймын. Біз сияқты балаларға ағалық кеңес айтыңызшы. Енді біріншіден өзім саяхат туралы блогымды жүргізу осы сендер сияқты балаларға арналады. Ертең сендер көріп, осылай саяхаттаймыз деген ниет пайда болу үшін сендерде. Менің ойымша бізде Европада сияқты бір менталитет қалыптасу керек. Оларда өте жеңіл қабылдайды олар саяхаттауды. Мысалы 18 жастағы мектеп бітірген баланы олар әлем көруге саяхатқа жібере алады. Және де олар сол саяхаттың барысында әлемді көріп, өзінің санасын кеңейтіп және қалаған қандай іспен айналсам деген оларда ой түйінделеді. Ол өте жақсы практика деп санаймын. Және де бала кезде, мысалы, мен саған саяхатта деп айта алмаймын, мен өз тәжірибемде көрсетемін. Мысалы, егер қолымнан келсе, мүмкіндік болса, өзімнің бауырларымды, өзім жанұямды алып барамын. Оларға көрсетемін, қалай саяхаттау керек екенін, қалай демалу керек екенін, және оның қандай күшті екенін көрсету арқылы әлеммен таныстырам. Бізге ой түйін сол ғой, неғұрлым біз көп көрсек, неғұрлым көп жерді, көп елді, көп адамды көрсек, біздің санамыз соғұрлым кеңейеді, және де біз толерантты боламыз сол арқылы. Егер де бір орында жата берсек, өте ашулы, дөрекі, және де санамыз андай тар болады. Сізге көптен рахмет. Сұхбатыңызға ойлаймын, көрермендерге бұл сұхбат пайдалы болды. Махмұт, өзіне қалай, мысалы, саяхат туралы тыңдадың, өзімнің саяхатымдарды көріп тұрасың. Негізі болашақта саяхатқа деген көзқарасың қандай? Өзің саяхаттайсың ба, әлде ондай өмір салты саған ұнамай ма? Мен өзім саяхаттағым келеді. Сіз сияқты орманға, шетелге барғым келеді.
өте қуаныштымын. Ең алғашқы саған үлгі болғаным үшін мен қуаныштымын, сол үшін мақтанамын. Және де кем дегенде болашақта сен саяхаттасаң, мен өз миссиямды орындадым деп есептеймін. Көптен көп рахмет саған. Өте жақсы сұхбат болды, маған бәрі ұнады. Маған да рахмет сізге.